Баршаңызға сәлем. Арнада Marvel тарихын жалпақ тілде айтып беретін форматта видео шыққан еді. Көрмегендер болса, мына сілтемемен өтіп таныссаңдар болады. Бүгін мен өрмекші адам туралы 3 экранизацияның тарихын бір видеоға сыйдырып, ішіне жаңа фильмді де тығып жіберуге тырысамын. Ал олай болса, лайктарыңды басып ыңғайлана беріңдер. Казбой сайрайды. Питер Паркер дейтін мектеп оқушысы болады. Ол қарапайым отбасында Мэй әпкесі мен Бен көкесінің қолында тәрбиеленеді. Мектепте оны сыныптастар онша жақсы көре бермей, күн көрсетпей асында зысында шығарып тиісе береді. Оның артықшылығы тек суретке түсіру өнері мен Норман Осборн дейтін ғалымның баласымен дос болуы ғана етін. Бір күні ол экскурсияда жүргенде қолын радиоактивті өрмекші шағып, ағзасынан небір өзгерістер байқала бастайды. Мысалы, қабырғамен өрмелеу, өрмек шашу және күштілік. Соларды пайдаланып, біраз ақша табумен айналысып, көкесінен ұрыс естиді. Кейініректе Бенді бір қайыршылар атып кетеді. Питер етегі толып еңірейді де, осы сәттен бастап ол қылмысқа қарсы қағидасын ұстанып, қаланы небір сүмелек көтектерден тазарта бастайды. Норман Осборн өзіне эксперимент жүргізіп, нәтижесінде ес ауып, жасыл гоблинге айналады. Кейін ол оның лабораториясын қаржылай қолдамаған инспекторларды сүйекке айналдырып, оның қаңқасы көрінетіндей етіп тастайды. Ал түкке қатысы жоқ Мэри Джейн аузы аңырап бара жатқан жерінен оны өрмекші адам кейпінде Питер Паркер құтқарып алады. Сосын Питер Daily Bugle деп аталатын редакцияға суретші болып орналасып алады. Оның бастығы мына псих Джо Джеймисон болады. Оған жасыл гоблин шабуылдап, өрмекшінің суретшісі кім екенін біліп алғысы келеді. Кейіннен Норман столдың үстінде отырып, Питер Паркердің өрмекші адам екенін біліп, жегені желкесінен шығады. Соңғы шайқаста өзінің ақымақтығы кесірінен өз глайдермен өз ішін түйреп қаза табады. Өрмекші Норманның денесін баласының үйіне әкеп, Гарридің көзіне әкесінің өліміне кінәлі болып көрініп, сол жерде ұзақ тұра алмай тайып жөнеледі. Содан бастап Гарри Осборн өрмекші адамға кектеніп, оның сазайын бермекші ойлары туындайды. Питер айналасындағы жақындарын қауіп-қатерге итермелемес үшін Мэри Джейнмен ара қатынасын үзеді де, теріс қарап радардан сол бойы жоқ болады. Екінші фильмде Питер енді студенттің өмірін сүреді, және екі түрлі образда жүреді. Күні-түні қаланы қылмыскерлерден қорғаумен кәдімгі адамдардың жұмысын істеуге уақыты өте тығыз болады. Әрбір жұмыстан оны қуа береді. Оның үстіне Мэри Джейн басқа біреуге үйленгелі жатқаны оған ауыр тиеді. Қаланың бір жерінде керемет оқымысты ғалым қауіпті эксперименттің кесірінен қармалаушыларына бағынышты болып зұлымға айналады. Әбден күйзелген Питер енді өз күштерінен ақырын айырыла бастайды. Бұрын өрмек шығарып жүрген бездері енді өрмек шығармай қалады. Былай айтқанда супер мүмкіндіктері сыр береді. Қатты қапаланған Питер өз костюмын қоқысқа тастап, қарапайым адамдар құсап өмір сүруді бастайды. Сабақта бәрін біліп тілі қышып отырады, Мэри Джейнмен татуласады дегендей. Бірақ ауру қалса да әдет қалмайды демекші, қылмыскерлер қыбыр етсе көтені шошаң ете қалатын рефлексі оған маза бермей, мегаполис әлі де өрмекші адамға мұқтаж екенін түсінеді. Гарри Осборн Оттомен келісіп, өрмекші адамды ұстап беруін сұрайды. Есесіне Оттоның арманындағы трити элементін тауып беретінін ескертеді. Отто өрмекші адамды тауып алып, онымен төбелесіп, жеңісті қолдан бермей Гарриға алып келеді де трити элементін алады. Гарри масканың артындағы бет-әлпет өзінің досы Питер Паркер екеніне көз жетіп, оны жібере салады. Ал өрмекші адам қала қауіпсіздігін ойлап, қайтадан Оттоны тауып алып, оны зұлымдық жасаудан қоя ғой деп бетін қағады. Отто кезегінде сондай тіләлшақ балаға айналып, өзімен қоса лабораториясын судың астына тапсырады. Мэри Джейн қайтып келген қыз жаман деген мақал-мәтелді еске түсіріп, жаман қыз болады. Ойнап айтам, Питер екеуі қайта жақындасады. 2007 жылы шыққан Өрмекші адам 3 фильмі Питер Паркердің өрмекші адамға айналғаннан бері 5 жыл өткеннен кейінгі оқиғаларды сомдайды. Гарри Осборн өз әкесінің өліміне өрмекші адамның кінәлі екені ойдан кетпей, оған шабуылдайды. Екеуі быт-шыт болып төбелесу барысында Гарри басын құбырға соғып алып, оның есінен барлығы фух өтіп шығып кетеді. Оянған кезде Гарри Питердің өрмекші адам екенін білмеуі үстінен жүк түскендей оны деп демалдырады. Кейіпкерлердің жағдайы тағы сондай. Питер екі өмірмен арпалысып, ауыр жүктерін қайтадан мойнына салады. Мэри Джейн театрдағы артистігіне көңіл толмай қабағына қар жауады. Ал Daily Bugle баспасына жаңадан Эдди Брок атты Веном емес келіп, Питерге бәсекелестік тудырады. Сол кездерде түрмеден Флинт Маркоға қашып кетеді де, байқаусызда тағдыр оған құм адам боласың деп өзінің сыйын дайындап қояды. Полиция бөлімінде Флинт Питердің көкесі Беннің өліміне кінәлі қылмыскер екені хабарланады. Бір мейрамның кезінде Питер елдің көзінше Гвен Стейси мен сүйіседі, ал Мэри Джейнді театрдан қуады. Солай екі жұптың арасына қайтадан мұз қатады. Ертеректе аспаннан ағып келген метеориттен бір түсініксіз смола секілді субстанция Питердің үстіне жабысып, қара өрмекшінің стилистіне айналып мәз болады. Оны көрген Паркер соны уайымдап, доктор Курт Коннорс, яғни физик маманға жолығады. Доктор ол құбыжықты симбиот деп атап, оны өзіне жолатпауын ескертеді. Не дегенмен құбыжық иттігін жасап, иттігін деппін ғой, құбыжықтығын жасап, МЖ-мен жабысқан досын қатты жарақаттап, әкесін өлтірген Флинтті ақаба суларымен құбырға ертіп ағызып жібереді. Питер өзінен Веномды ажырату үшін шіркеуге барып, қатты дыбыс арқылы паразитті үстінен шешіп, Эдди Броктың үстіне кигізіп сыйға тартып жібереді. Құдай берем десе форчикадан береді екен ғой деп қатты қуанған Эдди Брок Веномды киіп алады да қара күштердің иегері атанады. Ал Гарридің қызметкері әкесі өзінің глайдері өзін тесіп түйреуінен өлгенін айтып береді. Соңында өрмекші мен құм адамдар, Веном және Гоблин арасындағы шайқастың куәгері боламыз. Гарри өрмекшіні құтқарам деп әкесі сияқты өз глайдеріне өзі түйреліп өледі. Веном жарылады, ал Флинт аузы кемсеңдеп Питерден кешірім сұрап ауаға самғайды. Осылайша Тобби Магуайр өрмекшісі ойнаған фильм мәресіне жетеді.
2012 жылы экранға жаңа өрмекші адам фильмі шығады. Ол да тура сондай ешкімге жақпайтын суретке түсіріп жүретін, бірақ бұл жолы Гвен Стейсиға көз түсуден шаршамайтын оқушы туралы болады. Ескі фильмнен ерекшелігі мұнда бізді Питер Паркердің ата-анасымен таныстырып, олардың өрмекшілерді будандастырып, генін өзгертетін эксперименттік құпия жобаға атсалысқанын көрсетеді. Питер Паркер әкесінің досы Курт Коннорс жұмыс істейтін Oscorp корпорациясына кіріп, өрмекшінің тістері тағы да тағдырдың жазғаны Питер Паркерге қадалатыны бар емес па. Содан уланған Питер қатты құтырып, акробаттардың медалін тартып алардай жер-көкке секіріп, жаңа күшін өз-өзіне арақсыз жуып береді. Бірақ бұның өрмегі Тоби Магуайрдікіндей қолынан емес, өзі жасап шығарған өрмек атқыш құралы арқылы шашады. Бұл жерде де дядя Бен өліп қалады. Курт Коннорс мүгедектікпен күресемін деп кесірткеге айналады. Әдеттегідей Питер соңында зұлымдықпен күреседі, ал зұлым Гвен Стейсидің әкесін өлтіріп үлгереді. Ол өлмей тұрып, Питер Гвен Стейсиді қорғаймын және сөз салмаймын деп уәде береді. Алайда ол уәдесін соңында унитазға ағызып жібереді. Солай біз Эндрю Гарфилд ойнайтын өрмекшінің екіншісіне жылжимыз. Киноның басында Питер Алексей Сицевич кейін мүйіз тұмсық зұлымына айналатын орыс оңбағанды ұстаумен айналысады. Одан кейін жолда кетіп бара жатып өзінің фанаты Макс Диланмен танысып, кекілін жалап көзілдірігін түзейді. Сосын Питердің бұрынғы досы Гарри Осборнды көзіміз шалып қалады. Келесі күні оның әкесі Норман Осборн ендігі зұлымдық рөліне шыдамай сырқатталып өліп жатады. Өлім аузында жатып, баласына өзінің сырқаты тұқым қуалап, күндердің бір күні Гарри солай өлетінін айтып қорқытып, тез арада соған қарсы емдеудің жолын беретін дәрі табуын ескертеді. Сол сәтте Oscorpта олақ қызметші Макс Дилан абайсыздықпен электрленген жылан балықтарға толы ыдыстың ішіне құлап, өлудің орнына жаңа Электра лақабатымен және супер күшімен бізді құттықтатады. Бірінші шайқаста Электра өрмекшіден жеңіліп, есеп 1-0 болып, Электра Oscorpтың бақылауына апарылады. Кейіннен ол жерге Гарри Осборн келіп, оған біраз жылы лебіздерін ақтарып, бірігіп зұлым болуға шақырады. Питер Паркер Гвен Стейсимен мың ұрысып, мың татуласып, өзінің өрмек атқыштарын Электраның тоғына бой бермейтіндей етіп күшейтіп алады. Соңына қарай электростанцияда өрмекші адам Электраны тағы да есепті 2-0 қылып құрғақ жеңіске жеткені сол еді. Ертеректе генді модификацияланған өрмекшінің уын емделу мақсатында салдырып, Питер Паркер сияқты болам деп ойлап, Питер Паркер сияқты болмай, ағзасы мутацияға ұшыраған Гарри Осборн жасыл гоблинге айланып келіп, Гвен Стейсиді қолына алып қаланы биіктен тамашалаттырады. Бірақ өрмекші гоблинмен шайқасып, оны тоқтатады. Есесіне сүйіктісі Гвен Стейсиден айырылып қалады. Жаны қатты күйзеліске ұшыраған Питер өрмекшілігін тоқтатып, 1 жылдық каникулға кетеді. Ал Гарри Осборн жындыханадан бірақ шығады. Соңына қарай бізге артқы фоннан зұлыми атылық туралы үлкен хаттамалар көрсетеді. Соның бірі соңғы сценада мүйіз тұмсық солардың бірі болатын. Міне осылай біз кек алушылар әлеміндегі өрмекші адам, яғни Том Холланд актері кейпіндегі өрмекші адамға келіп жеттік. Бұл өрмекші Капитан Америка азаматтық соғыс фильмінде есік алдағы аула шайқасына қатысып келіп, әлі де кек алушы қатарына қосылмаған оқушы Питер Паркермен таныс боламыз. Тони Старк өзі Үндістанға кетіп, Питердің қасына қараушысы ретінде Хэппиді тастап кетеді. Эдриан Тумс өлекселерді жейтін құмай деген құс сияқты кек алушылар шайқасынан соң қалған құтқан қаруларды теріп, оларды қаншерлерге сату арқылы күн көреді. Расында Тумс құмай деген құсқа айналады негізі. Жарайды, бұл жеріне әлі ораламыз. Сол жерде заң жамылып алған биліктің арыстандары келіп, шакалдарды қуып жібереді. Питер Паркер қус-қуста отырған гопниктерді аңдып жүріп, Тумстың қару сатумен айналысатын адамдарын көріп қалады. Оларға кедергі жасаймын деп күші тасыған Питер құмаймен бетпе-бет кездесіп, жақын жердегі көлге бір сүңгіп шығады. Екінші мәрте Питер Тумсты тағы да тоқтатам деп, опять 25 тірлігімен қайтадан оны қолдан жіберіп алады. Оны көрген Тони Старк Паркерге ұрсып, костюм киіп керемет болып жүрсің, ал оны шешсең кім боласың деп, оның супер костюмін алып Питерді шешіндіріп кетеді. Соңына қарай Питер өзінің лох емес екенін дәлелдеп, костюмсыз-ақ бойында намысы және батылдығы бар екенін білдіріп, зұлымды тоқтатады. Оған риза болған Тони Старк Паркерге костюмын қайтарып береді. Ал өрмекші адамды тек бір ғана адам ғана біледі екен деп отқамыз ғой. Сөйтсек соңында чөчөмай көріп қойып бәле қылады да, киноны осы жерден бітіріп жібереді. Өрмекші адам үйден жырақта фильмі шықпай тұрып, Питер Паркер доктор Стрэнджбен танысып, өзге ғаламшарлық кемеде ғарышта қаңғырып, таныс көкемен ойнап, арасында шаң айналып, сосын қайта оралып, Тони Старкты жерлеп, үлкен саяхат жасап үлгереді. Екінші фильмде табиғат құбылысы кейпінде болатын апатты зұлым жер бетінің түкпір-түкпірінде концерт көрсетеді. Оларды тоқтатуға тура біздің жерде 833 планетасынан Мистериус ұшып келеді де, зұлымдықтарды жеңумен айналысады. Кезінде ол өз планетасында осы сұмдықтардың кесірінен әке-шешесінен айырылған екен деп ойлап қалатындай бізді бұл кино сендіріп, бізге ертегісін айтып отырады. Сөйтсек ол Квентин Бек есімді Тони Старктың голограммасымен жұмыс істеген жай әшейін мен сияқты атса өлетін, итерсе құлайтын қарапайым адам болып шығады. Ал бұны кезінде компания жұмыстан шығарып жіберген. Содан бұның аузы бұртиып ренжіп қалып, тағы қалған арты тырысқан адамдарды жинап команда құрған болатын. Темір адам өліп қалған соң Мистерио әлемге ең танымал алдамшы көріністермен халықты алдайтын қаһарман
каһарман болғысы келеді. Бірінші шайқаста өрмекші жеңіледі. Одан соң Питер өзінің кемшіліктерін түзеп, өрмекшілік қабілетін барынша қосып, Мистерионың айласын екі аттап озады. Мистериос та осал емес. Daily Bugle-да Казбой сияқты қақсап отыратын Джей Джона Джеймисон Питер Паркерді Мистериосты өлтірді деп айыптаған. Ал Мистериос өлмей тұрып, өрмекші адам Питер Паркер екенін жаңалық беттеріне Питердің бетін шығарып үлгерген екен. Енді Питер Паркерді бүкіл халық түрінен таниды. Ары қарай өткен видеоның мына бір жерін қосамыз. 2012-де Нью-Йорктағы Тессеракт Локидің қолына түсіп, ол басқа жаққа телепортталады. Жалғастыратын болсақ, Локи Монголияға телепортталып, өзінше болып бостандықпен оңашада қала бастағанда, уақыт сақшылары ұстап алып, оны уақыт өзгерістерін басқару, яғни қысқартқанда УЕБ деп аталатын ғаламнан тыс орналасқан организацияға телепортталады. Бұл жердің де өзінің үш биі орнап, олар уақыт хаосын тоқтатып, бүкіл нәрсенің хронологиясын реттеп, уақытты бір ғана ағымға қойып қадағалайды. Кейбір жыбыршықтар сол уақыт ағымын бұзып, жаңа уақыт сызығын құрып, ғаламның хронологиясын бұзады. Ал олар өз кезегінде түрлі тармақтарға шимақталып, тағы хаос туындап, барлық нәрсенің жойылуына әкеп соғады. УЕБ-нің мақсаты сондай айнымалы бұзақыларды ұстап алып, оның болған жеріндегі айғақтарды арнайы құрылғымен жою. Сондай айнымалылардың бірі Локи болып шығады. Оны сот залына апарып жазалайын деп жатқанда Мобиус шығып, басқа уақыт тармақтарын ашып жіберген Локидің басқа нұсқаларын ұстауға, осы көмектесе алатын ойын айтып, Локиді уақыт өзгерістерін басқаруға қызмет шығып алады. Басында Локи Мобиусқа сенбей, қашып кететін 1045 айла ойлап, соның біреуінде де қаша алмай қояды. Себебі бұл жерде ешқандай заңдылық орнамайтыны соншалық, шексіздік тастары түк болмай ойыншық сияқты суырмада сақталып жатады. Керек десең Локидің өзі супер мүмкіндіктерінен айырылып, жай адам сияқты чорт болып қалады. Сол кезде Мобиус оның болашағын таныстың қолынан өлетінін көрсетеді. Локи ақырында шаршап Мобиусты тыңдай бастайды. Сол кезде Мобиус Локидің ең қауіпті нұсқасы Сильвия жайлы айтып түсіндіреді. Ол әрбір уақыт ағымында тығылып іздеп барған УЕБ агенттерін өлтіріп, олардың тазартқыш құрылғысын жинаумен айналысады. Солай серия жалғаса береді. Айтпақшы, егер Локи сериалын толығымен айтып беретін бөлек видео шықсын десеңдер, лайк басып, пікір алаңына күтемін деп жазып жіберіңдер. Ал қысқартып айтатын болсақ, соңында УЕБ Локи мен Сильвияны тазартып, уақыттың бітетін әлеміне телепорттайды. Ол жерде ешкім жеңе алмаған Алиут дейтін құбыжықты Сильвия мен Локи жеңіп, сол уақыт өзгерістерін бақылайтын басшы, яғни Канг атты кейіпкермен кездеседі. Ол бұларға мені өлтіресіңдер немесе тірі қалдырасыңдар деп таңдау береді. Түбінде Сильвия Кангты өлтіреді, ал оның салдары ұшы-қыры жоқ ғаламның түрлі уақыт тармақтарына жайылып кетуі, яғни мультиғаламның пайда болуына әкеп соғады. Бұл дегеннің әр ғаламда персонаждардың әртүрлі нұсқаларын бір уақыт кеңістігінен көре аламыз деген теорияға алып келеді. Ал Өрмекші адам үйге жол жоқ фильмі дәл осы теорияларды жүзеге асырып, біздің ностальгиялық әсерімізді оятады. Фильмде түрі бәріне белгілі болған Питер Паркер қатты ұялғаннан Доктор Стрэнджге жолығып, магия арқылы елдің есінен Питер Паркердің кім екенін ұмыттырамын деп бәрін бүлдіріп алады. Нәтижесінде басқа альтернатив әлемдерден портал ашылып, Питерді танитын зұлымдар осы әлемге келе бастайды. Мінекей бүгінгі видео осындай. Бәлкім болашақта Сержан Братан 532 Жездуха сериалдары осы Марвел кейіпкерлерімен үлкен экранда кездесіп, жағымызды салбыратып таңғалдырып та қалатын шығар. Оны енді уақыт көрсетеді. Ал сіздермен болған Казбойс арнасы. Видео ұнаса лайк басайық, арнаға жазылайық және қоңыраушасын басайық. Ал енді Нұрлан Қоянбаевтың кезегі де келді. Айтсайшы тез, интриганы соза бермей. Қазақша бизнес хронологиясында көріскенше. Фиг келиyorum.